Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай екі түрлі қамырдан жасалынатын керемет мантының рецептімен бөліскелі отырмын. Алдымен қызылшаның суына және де ақ түрлі қамырымызға кішкене тұз салып алып, бір жұмыртқаны екеуіне бөліп құямыз. Рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын, және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Қазақша каналдың дамуына атсалыса отырыңыздар. Қамырымыз қарапайым кәдімгі бешбармақтың қамырына иленген сияқты, осылай қарапайым түрде ғана иленеді. Тек қана ерекшелігі мұнда қызылшаның суына иленген бірі қызыл қамыр, бірі жай ғана ақ қамыр болып келеді. Нәтижесінде осындай кішкене қаттылау қамыр болып шығады, бірақ бұл қазір біздің пакетіміздің астында тұрған кезде кішкене 15-20 минуттан кейін жұмсарып кетеді. Қамырды кішкене қалыңдау етіп жайып алған соң, осылай екі түрлі түстегі қамырды жасап шығуымыз қажет. Ортасына ақ қамырды қойып, қызыл қамырды жайып алғаннан кейін тағы да қолымызбен бастырып шығамыз. Осылай қолмен жаймалау арқылы қамырымыздың формасын келтіріп аламыз. Сосын қамырды екіге бөліп, ары қарай тағы кішкене жіңішкертіп аламыз. Егер де мантыларыңызды тым дәу қылып жаям десеңіздер, онда қамырдың бөлген кезде көлемін осылай үлкен етіп бөлсеңіздер болады. Егер кішкентай қылып жасаймын десеңіздер, онда тағы да жаймалап жіңішкерек қылып жасасаңыздар болады. Жайылған қамырдың барлығын осылай төртеуіне болмаса үшеуден біріктіріп алып, я болмаса осындай домалақпен кессеңіздер де болады. Дөп-дөңгелек болып, әдемі болып шықсын десеңіздер. Бірақ мен кеспедім, жай ғана осы жайылған күйінде қалдырып, сосын ортасына кез келген қалаған салмаларыңызды сала берсеңіздер болады. Асқабақ, не болмаса осылай сабызбен картопты турап, етпен араластырып салсаңыздар да әдемі болып шығады. Манты өте дәмді. Және де бұл мантыларды мысалға қонақ келген кезде дастарханыңызға сәндік ретінде асіптердің, я болмаса ассортилердің ортасына сәндік ретінде екі-үшеуден қойып қойсаңыздар да өте сәнді, әдемі көрінеді. Бұл піспей тұрған кезде кішкене осындай түсі қанық, әдемі түс береді тағыны, ал піскеннен кейін түсі мүлдем өзгеріп кетеді. Дайын гүлімізді, осылай розочкаларымызды астынан майға батырып алып, осылай мантоваркамызға қойып шықсақ, сонда мүлдем жабыспай әдемі болып піседі. Енді қайнап тұрған суымызға мантоваркамызды қойып, 45 минут кәдімгі мантының уақытысымен бірдей етіп пісіріп аламыз. Мантыларымыз піскен кезде сәл түсі өзгеріс берді, бірақ дәмі деген өте керемет, әдемі болып шықты. Қамырын жайған кезде шет жағын кішкене жұқалап жіберіп, ортасын сәл қалыңдау етіп жасаңыздар болды. Сіздер де ерінбей жасап көріңіздер, өте әдемі шығады. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.